Бұл адам ағзасының ең тылсым мүшесі. Біздің болмысымызды қалыптастыратын мүше. Ол бізге қатысты дүниенің бәрін бақылайды. Және білетін нәрсемізді түгелі есте сақтайды. Құпия ойлар мен естеліктерден бастап, күнделікті дағды мен эмоцияға дейін мидың құзырында. Көрер көзге әсері жоқ қатпар-қатпар сұп-сұр масса әлемдегі бізге мәлім ең күрделі нәрсе. Миымыздың жұмсақ әрі нәзік ұлпасы бас сүйекпен қапталып қорғалған және сұйықтықпен құрсалған. Үлкен қан тамырлар жүйесі миды қоректендіреді. Шын мәнінде бұл ағзаның энергияны ең көп қажет ететін мүшесі. Ми қабылданатын калорияның шамамен 5-тен 1 бөлігін пайдаланады. Миымыз бен денеміздің басқа бөлігінің арасындағы ақпарат омыртқаның ұзына бойындағы маймен таралады. Ол жұлын деп аталады. Біздің миымыз түрлі қызметтер атқаратын бірнеше бөліктен тұрады. Мидың 3 негізгі бөлігі бар. Ми бағынасы, миышық және бас миы. Жұлынның мимен жалғасатын жері ми бағанасы деп аталады. Мұнда ағза тіршілігін қамтамасыз ететін процестер жүреді. Бұл миға дененің саналы ойлауды қажет етпейтін қимылдарын бақылауға және реттеуге мүмкіндік береді. Мысалы, ас қорыту, дене қызуы және ұйқы. Ми бағанасымен қосылған мидың маманданған бөлігі миышық деп аталады. Бұл мидың екінші үлкен бөлігі. Ол дененің тепе-теңдігі мен сымбатын сақтау үшін бұлшық еттердің қызметін үйлестіреді. Ми денеміздің бақылау орталығы ретінде мынадай әрекеттер жасауға мүмкіндік береді: ойлау, оқу және сезу. Мұндай өте үлкен процесс мидың ең үлкен бөлігі бас миында жүреді. Оның қатпар-қатпар сұр беті бар. Ол ми қабығы деп аталады. Ол ойлау, тұлға ретінде қалыптасу, сезу және басқа да қозғалыстардың жүйке орталықтарынан тұрады. Адамның ми қызметінің жоғарғы процестері қандай екендігі күні бүгінге дейін жұмбақ күйінде қалып отыр. Ғасырлар бойы ғалымдар миды пайдалану арқылы ми құрылысын түсінуге тырысып келеді. Ал бұл біз туралы бар шындықты ашатын ізденіс.